Осы видеода қызметкерлердің тапсырмаларды орындауын бақылаудың ең жақсы 3 жолымен бөлісемін. Бірінші жол өте қарапайым, блокнотқа жазу. Егер де біз жазбайтын болсақ, ол қалып кетеді, ұмытылып кетеді, орындалмай қалады. Егер де жазатын болсақ, біз кейін қарап қызметкерден нәтижесін сұрасақ болады. Осы тапсырманы орындадың ба, орындамадың ба? Бұның плюсы бұл жоғалмайды, кейін біз сұрай аламыз. Минусы ол тек сіздің блокнотыңызда, сіздің басыңызда болады. Қызметкеріңізде болмайды. Сондықтан ол кішкене неэффективный, бірақ жоқтан жақсы. Екінші құрал ол такс менеджері деп аталады, соның ішінде Trello деп айтсақ болады, көбі қолданады қазір. Бұл жерде сіздің қызметкеріңіз де көреді, өзіңіз көресіңіз, жалпы қандай болмасын проектті енгізіп, ішіне қанша сотрудник болса да барлығын қызметкерлерді енгізіп, бір проектпен бәріңіз жұмыс жасасаңыз болады. Бұл жерде бірнеше этаптарға да бөлуге болады, маңыздылыққа бөлуге болады, ішіне чек-листтер, түрлі файлдар қоюға болады. Өте жақсы құрал, гибкий. Бұл жерде бір минусы, егер де бұл құралды сіз қадағаламайтын болсаңыз, орындауын, ол да жұмыс жасамайды. Сондықтан үш құралдың да басты мәселесі ол қадағалау. Қадағаламайтын болсақ, ол қалып кетеді. Енді қазіргі таңда өзімнің қолданып жүрген, жақында сол компаниямен партнер болғаным Platrum деген программа бар. Қазір сертификациясын алып, қазір партнерміз. Және де осы программаны өзіме енгізіп қолданып жүрмін. Ішінде задача деген бар. Одан бөлек негізгі компанияны басқаруға управленческий учетқа арналған 10 құрал бар. Соның ішінде ең күштісі маған ұнайтын сол задача. Басқа құралдардан айырмашылығы неде? Бұл жерде жаңағы Trello сияқты барлығы бар. Trelloда одан бөлек бізде календар бар. Календарда апталық қай күнде қандай задача қоюға болады. Команда бойынша қызметкерлеріміз жеке-жеке өзінің апталық жоспарын жазылады. Апталық жоспар тек жазылып қоймай, бұл жерде детально жазылады. Мысалы, белгілі бір задача жазды, оның күтілетін соңғы құнды өнімі жазылады, және де нәтижесі жазылады, қанша уақыт жобамен оған бөледі, сол жазылады. Сосын бір аптадан кейін нақты қанша уақыт кетті, сол жазылады. Соның барлық жазылғанда, соның руководителі, жетекшісі подтверждать етеді, оны ешкім өзгерте алмайды. Бір аптадан кейін біз нақты сол тапсырма бойынша отчет ала аламыз. Өте жақсы, өте қарапайым. Бұл жерде аудитор бар, қадағалауға болады. Бірақ бұл жерде де бір минусы, егер де біз қадағаламайтын болсақ, жаңағы 3 құралда жұмыс жасамайды. Сондықтан біз тапсырма бердік, біз қадағалап тұруымыз керек арасында. Бірақ мынау апталық болғандықтан өте жақсы. Апталық нәтижелерін біз в отрезке апта нақты көре аламыз, істеді, істелмеген. Егер де осы құрал сізге қызықты болса, білгіңіз келсе, енгізгіңіз келсе, осы Platrum программасының задачасы сізге, егер де қызметкерлеріңізді толық басқарып, бір істің қалып кетпеуін қаласаңыз, мен сізге ұсынатыным осы Platrum программасы. Егер де осы Platrum программасын толық білгіңіз келсе, мен сіздерге тегін кеңес беруге дайынмын. Ол үшін төмендегі сілтемеге өтіп тіркелсеңіз болады.